Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Бүгін сіздерге мынандай міне. Мына жерде осыны жатшылық су құйдым да мен. Сөйтіп осыған 2 ас қасық немен дрожж салдым. Дрожж. Бұны дрожжевание деп айтылады бұл жемді. Мынаған мен кебек қостым. Негізі бұған кебекті де қосса болады, арпаның майдаланғанын, бидайдың майдаланғанын қосса болады. Міне, осыны кешке дейін ұстаймыз. Құдай қаласа мынау ашиды, нан сияқты көтеріледі. Көтеріледі. Яғни мына дрожждың құрамындағы химиялық процесс түседі. Мына жерде өшім тауыққа керекті пайдалы витаминнің пайда болады. Бұл не үшін? Бұл бір жағынан жемді арзандату үшін керек. Екінші жағынан тауықтарды осындай қолдың жеміне үйрету, бастау керек. Жайлап. Бірден постоянно беруге болмайды бұны. Бұны үстіп, мысалы менің бір ай болды ма, осы бір айына 2 мәрте үстіп беріп үйрету керек. Міне. Және бұған мына судың орнына ана ет асамыз ғой қазақтар. Суы сорпа алады. Білесіз ғой бізде. Біздің үйде білмеймін, үлкен табаққа істейді, содан жаңа неден сорпасы көп қалады ғой, шының сорпаны көп ішпейміз ғой біз. Негізі мына судың орнына сорпаға қойып, сорпаға істесеңіздер, бір жағынан тауықтардың балапандарға белок болады. Сорпаның құрамында белоктар бар. Еттен шығады ғой белоктар. Күштің барлығы осы сорпа арқылы үстіп берсеңіздер де болады. Естеріңізде болсын. Негізі желатин сорпамен болса өте мықты болады. Міне осы жем, құдай қаласа, кешке дейін қойып қоям. Кешке ашқан кезде сіздерге көрсететін боламын. Сосын сіздермен бірге осы жемді балапандарға беретін боламын. Міне, істіп рационды жайлап үйрете беріңіздер балапандарға. Сіздерге көрсеткім келгені осы. Ал ағайын, сәттілік барлықтарыңызға. Шаруашылықтарыңыз дами берсін. Жаңадан қосылған көрермендер болса, подписаться етіп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Осы видеоның описаниясында біздің телеграм чатымыз бар. Сол телеграм чатқа қосыла аласыздар. Ал барлықтарыңыз сәттілік тілеймін.